Бәріңе сәлем, сіздер Қалдош кино арнасындасыздар. Бүгін мен сіздерге 2015 жылы шыққан «Вымирание» деген фильмді қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмай жатып, тегін лайк пен тегін подписаться кнопкасын басып кетіңіздерші. Бұл сіздер үшін 1 секундтық іс болғанымен, мен үшін үлкен қолдау. Патрик есімді жігіт бір адам жоқ ғимараттардың ортасында тамақ іздеп жүріп жылқыны ат түсіреді. Жылқыны шаңғысына салып үйіне апарады. Лу есімді қыз Патриктің келе жатқанын терезеден бақылайды. Джекке ол тағы аң атып келді деп айтады. Сол күні түнде Лу ұйықтап жатады, бірақ Джек даладан шығып жатқан музыкадан ұйықтай алмайды. Патриктің ойнап жатқан колонкасынан. Лу қорқынышты түс көріп атып оянады. Иттің үрген дыбысын естіп, қыз терезені қарауға барады. Барса забордың артынан 4 аяқты зомбиді көреді. Азанда Джек Луды төсектің астынан табады. Ол шығудан бас тартады. Джек қасына жақындаған бойда Лу оған түнде құбыжық көргенін айтады. Джек мүмкін емес, сенің көзіңе елестеген деп жұбатады. Бірақ Лу зомби көргенін растайды. Бірақ Джек сонда да сенбейді. Луға бүкіл зомбилар суықтан өліп қалған дейді. Патрик складтан Луға ұнайтын кукла көріп қалады. Оны полкадан алып, әрі қарай складты тексеріп жатып, өліп қалған жануардың қалдықтарын көреді. Бірнеше минуттан соң аузы қанға толы зомби тап болып жігітке шабуыл жасайды. Сондықтан иті екеуі складтан тездетіп қашып шығады. Зомбидің сыртынан құлыптап оны іште қалдырады. Жігіт шаңғысын оталдырып, зомби есікті сындырып үлгергенше қашып үлгереді. Үйіне қарай бет алған Патрик секунд сайын зомби келіп қалама деп артына қарай береді. Қатты жылдамдықта келе жатқан Патрик жерде жатқан бөренені байқамай шаңғысымен бірге аударылып құлайды. Джек Луға қару атып үйретіп жатқанда Лу тепе-теңдікті жоғалтып құлап қалады. Бірақ қызға ұнайды. Зомби Патрикті қуып жетті. Ол әлі жерде жатқан кезінде. Бірақ зомбидің көзі көрмейді. Зомби алыстан естілген қарудың дауысына еріп кетіп қалады. Сондықтан Патрик шаңғысын тұрғызып зомбиді аңдиды. Джек забордың артынан қоян көріп атпақшы болады. Бірақ ол атылған қарудың дыбысын естиді. Патриктің айқайлап келе жатқанын көреді. Патрик зомбиді қағып кетеді. Зомбимен бірге жерге құлайды. Патрик қаруын алып атпақшы болады. Бірақ зомби оған бірінші шабуыл жасайды. Ол Джекке құбыжықты атуын өтінеді. Джек оған үйге кіріп есікті кілттеп отыруын талап етеді. Патрик барлық күшімен зомбидің тістеуінен аулақ болады. Джек қаруын алып ата алмайды. Зомби Патриктің мойнынан тістеп жарақат қалдырады. Ит зомбиге шабуыл жасайды. Бірақ өзіне 2 есе үлкен зомби итті өлтіріп тастайды. Патрик есін жиып қаруын алып зомбидің иығынан атады. Жарақаттанған зомби қашып кетеді. Джек бұрылып үйіне кірсе, Лу оған неге атпадың, сенің кесірінен ит өлді деп айтады. Патрик жылап итке батыл іс жасадың деп жылайды. Үйіне оралған Патрик мойнына арақ құйып өз-өзін атпақшы болып бас тартып ұйықтап қалады. Ұйқыдан тұрған Патрик зомбиге айналмағанын көреді. Қыз кешкісін түнде иттің жерленген жеріне барып гүл іліп қоймақшы болып далаға шығады. Джек терезеден Луды көріп тез арада далаға шығады. Қыз забордан гүлін тастап жатқанда артынан зомби келеді. Қыз атпақшы болғанда зомби оның қаруымен қосып ұрып құлатады. Джек дер кезінде келіп зомбиді құлатып ұра бастайды. Бірақ зомби қолын оның төсіне тығып жарақат қалдырады. Джек ауырсынуға қарамай зомби талғанша ұра береді. Джек Луға бара жатқанда Патрик келіп Джекқа қару көтереді. Бірақ оның артындағы зомбиді атып құлатады. Келесі күні кешке Патрик сақал мұртын қырқып Джектің үйіне қонаққа барады. Джекке ет беріп, Джек Патрикке қуыршағын өзі табыстауын сұрайды. Лу төменге түсіп Патриктің сақалсыз түрін көріп таңғалады. Ертесіне продукт алуға бара жатқан Джек пен Патрик бір қызды көріп қалады. Қызға жақындап кімсің деп сұрай жөнелгенде қыз есіне адасып Патрик оны жерге құлатады. Сабырға келгесін оны үйіне әкеліп ыстық шай беріп әңгімелеседі. Қыз сырттан зомбидің даусынан шошып қаруды алып қораға шығып оны атып өлтіріп тастайды. Бірақ алыстан зомбилардың келе жатқан дыбысын естіп үйді кілттеп қаруланады. Зомби келген уақытта Луды подвалға жасырады. Подвалда жүріп Лу зомбиді көреді. Қыздың жолы болды. Зомби қызды көрмейді. Лу ойыншығын сандыққа салып, шамды сандыққа лақтырып, зомби дыбысты естіп сандыққа секіріп кіреді. Қыз тездетіп құлыптап зомбиді қамап тастайды. Лу подвалдан шығып Патрикке подвалда зомби бар екенін айтады. Сол үшін Патрик бөлмесінде отыруын бұйырады. Патрик Джекке мен зомбиді алдандыра тұрам, сендер менің машинама мініп қашыңдар дейді. Луды сүйіп қоштасып Патрик алауды жағып, оны дробовик алып үйден шыққан бойда бір зомби теуіп атып өлтіріп тастайды. Басқа да зомбилардың көңілін өзіне аударып, сол уақытта Джек және қалғандары машинаға мініп Патрик бензин толы бочканы жармақшы болғанға дейін оған зомби шабуыл жасап жатқанда Патрик бочканы жарып өзін және қалған зомбиларды жарып өлтіреді. Джек қалғандары ауданына шығып, Джек, Лу және қыз машинадан тоқтап керемет көрініске қарап жатқанда фильм соңына жетеді. Осымен қысқаша кино бітеді. Фильмге 0-ден 10-ға дейін баға қойыңыздар. Маған өте қатты ұнады, сіздерге ше. Киноны лайкпен бағалаңыздар. Сіздермен болған мен Қалдош. Келесі видеода кездескенше.